Assalamu alaikum, жақсыларым. Мінекей, сіздермен қайта жүздесіп отқаныма қуаныштымын. Міне бүгін сіздермен тағы да бір жақсы пайдалы ақпараттан бөліскім келіп отыр. Кімде-кімнің осы мына қазіргі уақыт, қазір мына жаз уақыты келіп жатыр. Аяқтарын терлеп, иіс шығаратын болса, осындай бір жақсы бір ақпарат бөліскім келіп отыр. Мінекей, ол үшін оп-оңай нәрсе мінекей. Осындай бір тұзды аламыз, қолымызға мінекей тұзды. Осы тазикке жылы суымызды құйып, осындай тұзды осындай мөлшерде алып, мінекей осындай саламыз тазигімізге. Сосын осы жерде аяғымызды жылы суға салып, осылай өстіп отырсақ, мінекей аяғымызды бұлғалап отырсақ, тұздай ерейді. Аяғымыздың анау суық тиген жерлер болса, суықты алады. Осы пайдалы. Осы тұз деген табиғи нәрсе ғой, тұз деген Құдайдың жаратқаны. Осыны пайдаланып қолданып жүрсеңіздер, бір апта 10 күн ішінде аяқтарын терлеу тоқтап, иіс шығарғаны тоқтайды. Осындаймен пайдаланып қолданып жүруіңізді сіздермен ақпаратты бөлісіп отқан жайтым бар еді. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум, жақсыларым. Мінекей, сіздермен тағы да эфирде жүздесіп тұрмын. Мінекей, сіздермен тағы бір пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр сіздермен. Осылай мінекей, кімде-кімнің аузы иіс шығатын болса, жағымыз иіс сосын диосына қанайтын болса, осыған бір жақсы әдіс бар. Өте тамаша, қарапайым. Осындай міне стаканға осындай су құйып аламыз, жылы суды. Сосын осылай мінекей, ас тұзын аламыз осындай. Бір қасық осындай ас тұзын алып саламыз мінекей. Соны жақсылап араластырып осылай мінекей. Таңертең сосын жатар алдында осымен ауызды жақсылап бір шайқа басаңыздар, осы былай шайқап бір көрсетейін. Мінекей. Осылай таңертең кешке жатар алдында тұрғанда осы шайқап артына келіп зөне басымен аузын шайып тастасаңыздар, ауыздың тістерінің қанағандары, сосын иіс шыққандарынан құтыласыздар. Осы нәрседен жақсы ақпараттар бөлісіп отқан, тағы бөлісетін ақпараттарым көп, Құдай қаласа. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум, жақсыларым. Мінекей, сіздермен тағы да бір рет эфирде кездесіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Мінекей, сіздермен жақсы ақпараттар бөліскім келіп отыр. Мінекей, қазір көктем сезоны келіп жатыр, көктем айы келіп жатыр. Қазір көп адамның осы мына мұрнынан жаңағы аллергия дейді оны, мұрындары ағып, сулары ағып, түшкіріп көп. Сосын мына гайморит болып қалғандарға өте пайдалы ақпарат бөліскім келіп отыр. Өте қарапайым, осыны істеп жүрсеңіздер құтыласыздар. Осындай мінекей стаканмен су аламыз, оған мінекей бір қасық ас тұзы саламыз. Ас тұзын осыны жақсы араластырып жылы сумен, бірақ жылы сумен. Сәл ыстырап болса тіпті жақсы, өздеріңіз қарайсыз ғой. Осындай қылып араластырып осыны, сосын мындай аптекадан любой бір 400 ала саласыз, 10 грамм 5 грамм разница жоқ ол, ешқандай. Сосын осыны осыйтып мына суға батырып алып, мінекей, осындай шприцпен мінекей, мына мұрныңызға салып, былай осылай қарап, мінекей, екі мұрынға да мінекей тартып, былай просто шайқайсыз, ішіне қарай мінекей. Осындай күнделікті істеп отырсаңыздар, 4-5 күнде мінекей аллергиядан, сосын гаймориттерден полный құтыласыз. Осы жақсы ақпараттан бөлісіп отырғанымызда пайдаланып жүріңіз, қолданып жүріңіз. Мінекей, жақсыларым, келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Ассаламу алейкум, жақсыларым. Мінекей, сіздермен тағы да эфирде жүздесіп тұрғаныма қуаныштымын. Мінекей, достарым, сіздермен бірге бөлісетін бір жақсы ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Мінекей, мынау мужской кожа, тоже кожа деп айтады ғой. Еркектердің мына кожа, мінекей, осыған бір күшті қазір маска жасап беремін. Осы мынау қазір қарап алыңыздар, осы маскаға дейінгі не мынау менің кожам, бетімнің. Ол масканы қалай жасаймыз? Оп-оңай табиғи жолмен оп-оңай жасаймыз. Қазір мінекей осындай шай қасық аламыз да, осындай балдан алып алақанымызға қоямыз, мінекей жағып. Осыған сосын бір қасық көлемінде осындай қант саламыз, мінекей, кәдімгі өзіміздің қанттан. Сосын осындай паста мінекей. Сондай пастадан осындай қылып бір қасық көлемінде мінекей паста саламыз, мінекей. Осыны екі алақанымызға қойып, мінекей, сәл
Қолын сулап аламыз сөйтіп. Мінекей, сосын мінекей алақанымызға қойып былай жақсылап араластырамыз ғой алақанымызбен. Мінекей осылай қылып, достар. Мінекей. Осы жақсылап араластырып аламыз. Бетке мас жақпастан алдым бірінші. Бетімізді сабындап жуып алғанымыз абзал болады негізі. Бетімізді сабындап дайындап алсақ бетімізді. Сонда жақсы маска болады. Осы масканы алып, осылай мінекей бетімізге осылай жағамыз мінекей. Солай мінекей, соңғы екі алақанымызды мінекей былай. Мінекей, қыздар, сіздерге де айтып отқаным мінекей. Ерлерге де болады мінекей. Кімнің бетінде әжім бар, әжімді тартуға өте көмектеседі бұл. Әжім тартады, бетті ағартады осы. Мощный болады осылай мінекей, әдемі мінекей. Осыйтып мінекей, түгел жағып шығамыз да мінекей. Осыйтып 15 минут 2 күнде бір істеп тұрсақ мінекей, бетіміз мынау болады. Қазір болған ей көрсетеміз қалғанды. Міне достар, осындай қылып, маска жағып болғандан кейін 15-20 минут ұстап отырасыз. Сонда бетіңіз тартылып, күшті болған кезде сезіледі өзі, қабақтарын ашылмай бастайды. Содан кейін шайып тастасаңыздар, бетіңіз деген гладкий, сондай әдемі жалтырап шыға келеді. Әжімдеріңіз тартылып қалады. Қазір болғанын көрсетемін сіздерге. Мінекей достар, маскамызды жуып шайып алдық. Көзін көріп тұрғаныңыздар, әжімдеріңіз тартылып, біраз көзіміз гладкий болып қалды. Осындай масканы қолдан жасап қолдана жүріңіздер. Аттак маскалерді алсаңыз, оның составында құрамында не бар екен білмейсіздер. Ал мынадан қолмен жасап, тез уақытта, тез арзан шығады өзіңізге. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар достар.